Ақын Алақанұлы «Сағым дүние». Бұрын үлкендердің өлім қайда болса, заман ақыр сонда деп айтып отыратындары кешеден бері Жомарттың ойына қайта-қайта орала берді. Өзімен туысқан жалғыз ағасы аяқ астынан дүние салды. Ағасының қалқайған қарасын сонадайдан байқап ақ, жел жақтағы орманындай, жау жақтағы қорғанындай көріп, көңілі марқайып жүруші еді. Енді міне, сол бір заман ақыр өз басына келгендей, бір күн күңіренумен батты, бір таң тұнжыра батты. Күнде таңертең шығыстан көтерілген күнге қарап, «Ей Алла, осы бір күніңді аман есен көруді маған жазғаныңа тәубә» деп, өмірге деген көңілінің құштарлығы көлдей толқып тұрушы еді. Бүгін олай істей алмады. Күнде жатар алдында далаға таза ауаға шығып, шетсіз, шексіз көк күмбезіндегі жымыңдаған сансыз жұлдыздарға, айнадай жарқыраған толған айға қарап тұрып, «Ей Алла, өзің жаратқан осындай ғажап әлемнің сұлулығын көріп, сүйсініп өмір сүруді маған жазғаныңа тәубә» деп тебіреніп тұрушы еді. Түнде олай істей алмады. Осылардың бәрі адам баласы үшін алдамшы, жалған дүниедей көрінді. Аяулы ағасының бар ғұмыры да қу мекиен шөл далада, алыстан тымырсық күні көл бетіндегі жыбырлап сиқырлана көз тартып тұрып, таяған сайын ұзай беріп ақыры көрінбей ғайып болатын алдамшы сағымдай сезілді. Сол сағым дүние өтті, кетті. Ендігі қолдан келері жерлеу рәсімін дұрыстап өткізу ғана деп ойлаған ол. Күндіз тізе бүкпей, түнде кірпік ілмей жабдықтың қамына жанталаса жүгірді. Мәйіт артқан жүк көлігінің артынан түс әлетінде ере қозғалған 100 қаралы жеңіл машина тізбегі Қызылқайын кентінің орталық көшесімен баяу жылжып келе жатты. Көшенің қарсы бағытынан, көлденең қиылыстардан жол жөнекей кез келген әртүрлі машиналардың бірі кілт тоқтап, тізбек өтіп кеткенше күтіп тұрды. Үлкен қалалардағыдай емес, ауыл, кенттердің мұндай бағдаршамсыз көшелерінде зиратқа қарай бет алған көліктердің алдынан көлденең кесіп өтпеу, қарсы жүрмеу, тірілердің ой санасындағы жазылмаған заң іспетті. Өйткені кім болса да өлімнен үрейлері ұшады, марқұмды құрметтейді. Бір сәтке болса да тәубәсі естеріне түседі. Тірілердің әдеті осы. Бір қалыпты жылжыған тізбектің алды көшенің шыға беріс шетіне таяй бере, іркес-тіркес жүйткіген топ машинаға қарама қарсы шыға келген. Қызыл ала кілемге оралған мәйіттің сол жақ иық тұсында тізерлей отырған інісі Жомарт оларды басқадан бұрын байқады. Жалт-жұлт еткен алдыңғы ақсұрғылт машинаға тартылған қызылды жасылды таспалар, жан-жағына тағылған түрлі түсті шарлар мен гүлдер, ішінде жаңа шаңырақ көтерген жас жұбайлар отырғанын паш еткендей. Оны өкшелей жүйткіген артқы машиналарда кілең шетелдік маркалы, бірінен бірі өткендей көздің жауын алады. Тастақтан тудақ сүйреткендей дүрс-дүрс, дөңк-дүңк еткен ырғақты музыка, толассыз сұңқылдаған сигнал үні бір сәт дөңіректі дүр сілкіндіріп жібергендей болып еді. Бірақ олар да ұзаққа бармай, мәйіт артқан машинаның тұсынан өте бере кілт тоқтады да, музыканың да, сигналдың да үні пышақ кескендей тыйыла қалды. Зиратты бетке алған әртүрлі машиналар тізбегі үзіліссіз өтіп жатыр. Көше жолдың бір жағында шат-шадыман өмір, екінші жағында қаралы өлім. Өмір үзіліссіз, өлім хақ деген осау, деп ойлады Жомарт. Шіркін, заман қазіргі жастардікі ғой. Қайран ағамның осылардай жас шағы жоқшылық таршылықпен өтіпті-ау. Тіпті біреуге бодан болмай, өзінің тәуелсіз елінде өмір сүріп, тайраңдап жүрудің өзі теңдесі жоқ бақыт емес пе? Бірақ осы жастар неге ұлттық мәдениетіміздің құндылықтарынан жеріп, шетелдердің қайдағы бір даңғаза дүниелеріне ынтығып тұрады екен? Адам өмірінде жалғыз ақ рет келетін мынандай бақытты сәттерінде жаңағыдай құлақ састатын музыка сымақтың орнына қазақтың не секілді көңіл ашар күйлерінің әуеніне қосылып жүйткіп бара жатса, қандай жарасар еді. Амал қанша. Тек мыналар ғана емес,
қашан қайдан көрсең де әдетке айналғаны осы көрініс, осы жүріс. Көгілдір экраннан көретініңнің де көбі осы тектес. 2-3 күн бұрын кешкілік отбасымен облыстық телеарнаның таныс бағдарламасын тамашалап отырғанды. Жүргізуші көрікті жас жігіт: "Құрметті көрермендер, ендігі сіздердің назарларыңызға тамаша бір бейнебаянды ұсынамыз. Онан кейін бағдарламамыз жалғасады. Арнамыздан алыстамаңыздар", деді жымиып. Сол-ақ екен. Дүрс-дүрс музыка үні сабалай жөнелді. Іле-шала әйел адамның ұятты жерлерін ғана жасырған сымақ болған. Анадан туғандай тырдай жалаңаш африкалық топ қыз билеп шыға келсін. Тұла бойының бар бітімін оңғыл-шоңғылына дейін көрсетуді мақсат еткендей, сан қилы қозғалыс қатарласа сарт-сұрт басып ілгері жүріп, аяқтарын көкке сермеп, бұттарын аша түседі. Бұлт етіп, артқа жалт беріп, тоңқайып тұрып, жалаңаш бөкселерін бұлғаң-бұлғаң, бұлт-бұлт еткізеді. Қырындай қалып, іркілдеген төстерін дүрілдетеді. Дудардай бұйра шаштарын біресе бетіне, біресе желкесіне қарай желпіп, "Міне, көрдіңдер ме?" дегендей көрермендерге сөзе қарайды да, қып-қызыл тілдерінің ұшын жылтыңдатып, қылмыңдай кеп, жаңағы жүргізуші жігіттің "Тамаша бейнебаян" дегені осы екен. Босаға жақтағы креслода отырған келіннің жүзі шыдамай, ас бөлмеге қарай зытып берген. Енесі ернін сылп еткізіп, бетін басып төмен қарады. Жомарт өзі өтірік жөткірініп, терезеге қарай бетін бұра бергенде, басқару пульті қолында отырған ұлы арнаны ауыстырып тынды. Әлбетте, бір елді екінші бір ел жаулап алу үшін сақадай сай қаруланған қара құрым қалың қол кіргізуші еді. Енді осынау жаһандану заманында ақпараттық басқыншылықпен ақ ұлт рухын уландыру арқылы жаулап алатын болғаны осы шығар. Қандай қауіпті айла! Бұл дүниеде адам ойынан ұшқыр, қиялынан жүйрік не бар? Енді бір сәт оның ой тұманының арасынан ағасының өткен өмір белестері елестеп сала берді. Кеше түс әлетінде аяқ астынан жүрек талмасы ұстап дүние салған туған ағасы тірі жүрсе 2 айдан кейін 70-ке толып, мерейтойын дүрілдетіп тойлап жатар еді. Амал қанша, тағдыр ондай күнге жеткізбей жұлып әкетті. Марқұм осынау азды көпті өмірін жаман өткізген жоқ әрине. Біреуден артық, біреуден кем дегендей, адал еңбегінің арқасында тыраштанып тапқанын ұқыптап ұстап, соңғы жылдары 2 қабатты баспана тұрғызып алған. Астында көлігі, айналасында еншілерін бөліп, жеке-жеке шығарған 4 отауы дейсің бе, әйтеуір сырт көзге әжеп тәуір әлді адам болып көрінетіні белгіледі. Оның осынау қалыпты тірлігін көре алмай, сырттай пыш-пыштайтындар да жоқ еместі. Кенет ойына бөлтірек шешен айтыпты деген ел аузында жүрген сөз оралды. Ауылдың 4 түлігі сай дәулетті адамы дүние салып, жиналған көп ішінен біреу тыныш тұрмай, "Бұл кісі жалғанды жалпағынан басып ақ еді. Енді міне, бірнеше қабат кебінмен кетіп барады", дейді. Маңайлас тұрған бөлтірік жұлып алғандай. "Жоқ, олай емес. Аз дүниемен кетіп бара жатқан жоқ. Бұл кісі жарық дүниеге әуелде жалаңаш келген болатын", депті. Соншылап, мына топтың ішінде менің ағамды да тілге тиек етіп келе жатқандар бар шығар-ау. Мейлі, кімнің аузына кім қақпақ болар дейсің. Әйтпесе, бұл марқұмның ешкімнің ала жібін аттамаған адалдығы мен адамгершілігі әуелі бір Аллаға, онан соң өмір бойы іргесі бөлінбеген інісі Жомартқа аян. Әлбетте, айтулы жемқорларға ондай айтқыштардың тісі батпайды да, ауыл арасының ұсақ түйек көңкіл-шөңкілінен аспайды. Шындықтың бар екені рас болса, туған елінің дәулетіне неше миллиондап жеп, алыс шетелдерге асып қашып кетіп жатқандарды айтпай ма? Бірақ оларды айттың не, қойдың не бәрібір. Сыбайластар бірінің ізін бірі жасырып қала береді. Ағасы бәз біреулермен сыбайлас болатындай басшылық қызметте де болған емес. Ол өмір бойы әр түрлі шаруашылықтарда тракторшы болып істеген қарапайым жұмысшы ғана. Адал өмір сүрді. Алланың жазуымен бақилыққа аттанып барады. Көпке ортақ тағдыр сол. Бірнеше қабат кебінмен ғана кетіп барады. Ал қорқау жемқорлар ше, солардың соншама құныға жеп, үйіп төгіп жиғандарының мәңгі өлмеуге себі тисе ғой. Болмаса, пәни жалғаннан бақиға аттанғанда артына қалдырмай алып кету қолдарынан келсе ғой.
Жоқ, ондайлар да сол ақ мата кебінмен ғана кетпей ме? Шіркін, бұрынғы ата-бабаларымыздан сөз қалсаш, өмір дегенің бір есіктен кіріп, бір есіктен шыққандай деп, адамның азды көпті ғұмырын жалғыз-ақ ауыз сөзбен түйіндеген.